Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Айып Оразкүл. Яғни сіздерге бүгін өрік тосабының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Осылай өріктеріңіз дана болып езілмей түскен қалсаңыздар, осы рецептпен жасап көріңіздер. Менің видеомды соңына дейін көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Қолдауларыңызды күтемін. Яғни бізге өрігімізді жақсылап жуып аламыз, тазалап, және өрігіміздің ішіндегі тәшегін бір бөлек, ал өрікті бір бөлек, бөлек ыдысқа бөліп аламыз. Бөлек ыдысқа бөліп алғаннан кейін оны тартып, өрігімізді неше кило екенін, менде 5 кило шықты. 5 килоға, яғни 4 кило құмшекер тартып алдым. Және газымызды қосып, оған су құйдым, яғни бір жарым осы ожаумен 1 жарым ожау су құйдым. Яғни 5 килоға жобамен осылай құйдым. Және оған 4 кило құмшекерімді саламын. Құмшекерім ерігенше осылай араластырып тұрамын. Міне құмшекеріміз еріді, енді қайнағанын күтеміз. Жақсылап қайнатасыздар, бұрқылдатып тұрып. Сироптарымыз дайын болды. Енді осының үстіне өрігімізді саламыз. Өрігімізді салған кезде оны қозғамайсыздар, только бетін ғана басып қоясыздар. Кішкене ғана жанын бұрқылдатып, газымызды өшіріп, бетін жауып, суытуға қоямыз. Бір немесе 2 сағаттай суытып қоясыздар. Және екінші мәрте газға қосып, мен осылай бұрқылдатып, қайта қайнатасыз. Әлі де езілген жоқ, көріп тұрғандарыңыздай. Кішкене ғана араластырып қойсаңыздар болады, бірақ қатты емес. Міне екінші рет тағы да суытуға қойып қойдым, газымды өшіріп. Тағы да 3-ші мәрте қайнатуым бұл. Түннен азанға суытып қойдым, таңға таяу 3-ші рет қайнатып, осыны жабатын боламын. Міне осылай қайнатасыздар. Бұл 3-ші қайнатуым. Әлі де өрігім езілмеген, көріп тұрғандарыңыздай. Қаласаңыздар, суын аз қойсаңыздар болады. Мен өзім осылай сулы болған қаладым. Қою болған қаласаңыздар, суын аздау қойсаңыздар болады. Және де жанына банкымда паритеттім. Барлығын 1 литр банкіге қойдым. Яғни менен бұл әрине 5 кило өріктен 6 литр банка шықты 1 литрден. Бұны яғни банкімізге құя бастаймыз. Уже дайын болды. Міне достар, осылай біздің өрік тосабымыз дайын болды. Қараңыздар, езілмей
әдемі болып түсті, солай ғой. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, осы рецептпен дәл осылай шығатын болады. Дәмі деген енді керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер.